Педагогикалық университетінің 80 жылдығына орай филология ғылымдарының кандидаты, доцент, қазақ әдебиеті кафедрасының профессоры, Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің қызметкері, кәсіподағының төрайымы Әділбекова Ләззат Мақайқызының 60 жылдығына арналған ұстазға тағзым атты ғылыми тағылымдық әдеби музыкалық кешке қош келдіңіздер. Олай болса, бүгінгі кешіміздің кейіпкері Ләззат Мақайқызын төрлігі орынға жайғасуға рұқсат етсеңіздер, қол соғып қошеметтер. Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің басқарма төрағасы ректор Қанай Гүлмира Әмірханқызына беріледі. Әріптестер, бүгін шын жүректен осындай үлкен, жүрек жарды үлкен іс-шара университетімізде өтіп жатыр. Ләззат Мақайқызына айып етпесеңіз, бұл ең бірінші университетіміздің институттың мейрамы деп есептейміз. Сол себептен рұқсат етсеңіздер, институтымызды, университетімізді осындай үлкен тамаша күнмен құттықтауға рұқсат етіңіздер. Мұнда Ләззат Мақайқызының жақындары, әріптестері, студенттері жиналып отыр. Мен ойлаймын, шынымен де бір сондай тамаша жиын болғалы тұр. Құрметті әріптестер, Ләззат Мақайқызы отыра беріңіз, мен әлі ұзақ сөйлеймін, аяғыңыз алып кетеді. Құрметті әріптестер, мен университеттің атынан, өзімнің атынан құттықтау сөзді сіздердің аттарыңыздан Ләззат Мақайқызыға жылы лебіздерімді білдірместен бұрын бір-екі ауыз Ләззат Мақайқызының биографиясы жөнінде айтып кетуге рұқсат етіңіздер. Мүмкін осында студенттеріміз отыр, біреу білсе, біреу білмей жатқан шығар. Біздің Ләззат Мақайқызының өмірде жеткен жетістіктері өте үлкен, және де әрқайсымызға біздің өнеге үлгі болатындай өмір жолы. Ләззат Мақайқызы бізде 1981 жылы Алматы қаласында ең атақты, белгілі, мүмкін осында отырған студенттер естіген де шығар, нөмірі 12-ші қазақ орта мектебін бітірген. Аталмыш мектепте естеріңізде болса, біздің түлегіміз Рафика Нұртазина апайымыз кезінде үлкен инновациялық бастамалар енгізген болатын. Айталық 3 тілдік сол кезде алғаш рет аталмыш мектепте апробациядан өткен болатын. Сол мектептің түлегі біздің Ләззат апайымыз өзінің ары қарайғы білім жолын Қазақ ұлттық университетінде, ол кезде Киров деп аталатын, қазір Әл-Фараби университет деп аталады. Сол жерде жаңағыдай филология факультетін үздік тамамдап, сол кезде Лениндік жаңағы стипендиант атаған. Ол кезде Лениндік стипендиант атану деген қазірге президенттің стипендианты атану, жаңа президенттік стипендияға ілігуден әлде қайда қиынырақ болатын. Құрметті әріптестер, апайымыздың өмірлік жаңағыдай жолы осындай үлкен жетістіктерге толы болған. Содан кейін бізде Ләззат Мақайқызына университетімізге осы тұрған қара шаңырақ біздің Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетіне 1991 жылы бізде ол кезде жаңа қазақ әдебиеті кафедрасына келіп, өзінің жұмыс жолын бастаған. Көз алдарыңызға елестетіңіздер, 91 жылдар қандай қиын кезеңдерді. Ол кезде жаңадан мемлекет болып, тәуелсіздігімізді алып, бір ғимаратымыз ашық болса, екіншісі жабылып, себебі ол кезде не айлық төлейтін мүмкіндік болмаған мемлекетте, не жаңағыдай жылу болмаған, жаңағыдай сол себептен көптеген сондай қиындықтардың барлығын басынан өткерсе де, Ләззат Мақайқызына бойындағы позитивизмді, сұлулықты жоғалтпай осы күнге дейін біздің ортамызда жаңағыдай жарқырап жайнап отыр. Ләззат Мақайқызына сізге сол бір жүріп өткен, сол бір көтерген барлық қиындықтар үшін профессор ретінде мойымай, соңына дейін біздің университетімізде осы уақытқа дейін жаңағыдай еңбек етіп жүргеніңізге сізге үлкен алғыс білдіреміз. Ары қарай да алғыстар көп болады, қазір мен жалғастыра берейін. Одан кейін бізде Ләззат Мақайқызына қазіргі таңда сонау 91 жылдан бері университетімізде, сонымен қатар басқа да бірқатар университеттерде үлкен әкімшілік лауазымды атқарған. Соның ішінде біздің университетімізде тәрбие ісіне жауап беретін проректоры болып 2003-тен бастап сонау 2008-ге дейін болдыңыз, Ләззат Мақайқызы 2009-ға дейін, шамасы қателеспесем айтып өтпеңіздер. Ұзақ жылдар бойы еңбек етіп, осында отырған біздің қаншама қыздарымыздың тәрбиесіне, жалпы жан дүниесінің қалыптасуына, тұлға ретінде қалыптасуына осы кісі тікелей атсалысып, көптеген инновацияларды біздің университетімізге енгізген. Қазіргі таңда Ләззат Мақайқызына 300-ден астам әлеуметтік ғылым, өнер тақырыбындағы еңбектердің, ғылыми зерттеулердің авторы. Сонымен қатар қазіргі таңда шағын әдеби жанрлар проблематикасын көтеріп, жаңағыдай көптеген жаңағыдай мемлекеттік дәрежедегі жобаларға, фестивальдерге, олимпиадаларға, басқа да республикалық жастар фестивалінде белсенді жаңағыдай қызмет атқарып жүрген жағдайы бар. Ләззат Мақайқызына тағы да бір
көп дүниесін айта беруге болады, бірақ аса бір атап өтетін тағы да бір үлкен жетістіктерінің арасында ғылым, тәрбие жұмысы, педагогика, ұйымдастырушылық шеберлігіне жаңағыдай арнайы президенттің алғыс хаты берілген 2006 жылы, 2004 жылы Ләззат Махаевнаға ұлтты тәрбиелеуге деген сіңірген еңбегінің аясында алтын сарин төсбелгісі берілген. 2016 жылы бізде Ләззат Махаевнаға жоғарғы оқу орнының үздік оқытушысы деген жаңағыдай үлкен сондай номинацияда бірінші орынға иеленіп, Ләззат Махаевна бүкіл елімізде алдыңғылардың бірі болып жетістіктерге жеткен. Ләззат Махаевна бұл шағын ғана сіздің өмірбаяныңыздан үзінді айта беретін болсам, мына жерде мен ойлаймын, кештің соңына дейін тұра берсем болатын сияқты. Бірақ Ләззат Махаевна, рұқсат етіңіз, біздің ұйымның атынан, менің атынан, әріптестердің атынан, осында залда отырған әріптестердің, отырмаған әріптестердің атынан сізге шын жүректен Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің атынан 60 жас мерейтойыңызбен шын жүректен құттықтап, қазақтың қаймағы бұзылмаған оқу ордасы Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің дамуына, өркендеуіне 32 жылдан астам өміріңізді арнап, сол үшін жаңағыдай осы күнге дейін бізге әлі де қызмет етіп жүргеніңіз үшін сізге шексіз алғысымызды білдіреміз, алдыңызда басымызды иеміз. Сіз зерттеуші ғалым ретінде қазақтың рухани әлемінің түп қазығы, сөз өнеріне деген махаббатыңызды сонау студент кезіңізден-ақ дәлелдеп, азаматтық тұлғаңыздың қалыптасу жолында ұлттық әдебиеттің бір жаңағыдай маегін нәр алған жансыз. Ұлы мұрат пен асыл арман жолында аянбай еңбек етіп келесіз, тынбай ізденуді үлгі еткен дарабоз тұлғасыз. Сіз ұлағатты ұстазсыз, ұрпақтың келешегі сіз үшін әрқашан маңызды мәселе екендігін бәріміз көріп отырмыз осы күнде де. Аруларға сапалы білім, саналы тәрбие беріп, әрқайсысының тағдырына алаңдап, білікті маман ғана емес, адамгершілігі мол болу жолында еңбек етіп келесіз. Проректорлық қызметіңіз кезінде осы ұстанымыңыздан бір сәтке айнымадыңыз. Сізден тәлім алған шәкірттер бүгінде білім беру саласының үздік мамандары. Олар сізден көрген шапағат пен ұстаздық қамқорлықты ана мейірімінен теңдей еске алады. Сіз тұлғалы ұл, көрікті қыз тәрбиелеген анасыз, немере жетектеген әжесіз. Сіздің тәрбиелік тәмсілдеріңіз студенттер үшін ғана емес, қазақ қыздарының өмір жолында шамшырағы, адастырмас темір қазығы болмақ. Аса қадірлі Ләззат Махайқызы, сізді келіп жеткен мерейлі жасыңызбен құттықтай отырып, сізге және отбасыңызға ұзақ ғұмыр, зор денсаулық және мол табыс тілеуге рұқсат етіңіз. Мәртебеңіз асқақтап, ел құрметіне бөлене беруіңізге шын жүректен тілектеспіз. Құрметпен Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің ұжымы. Біраз үшінде тұрып сіздердің уақыттарыңызды аламын деп, жақта кішкентай балаларда жылап кетті, маған көп сөйлеп кеттім деп жатыр ғой шамасы. Рұқсат етсеңіздер, бізге мынау республикалық дәрежеде бізде үлкен кәсіподақ ұйымы бар, иә? Осы жақын арада Ләззат Махайқызы біздің университетіміздің кәсіподағының басшысы болып тағайындалды. Бұл жөнінде мүмкін білетін шығарсыздар. Ләззат Махаевна енді кішкене демалам ба десе де біз ол кісіге тыныштық бермей жатырмыз. Ары қарай осы әлеуметтік істерге араластырып жатырмыз. Ләззат Махаевнаға көп рахмет, осындай бір жауапкершілікті алып, осында отырған университетіміздің әрбір қызметкері үшін шынымен де жүрегі ауырып, жаңағыдай көптеген қолдауларды Ләззат Махаевнадан қазіргі күнде біз көріп жатырмыз. Рұқсат етсеңіздер, осы үлкен республикалық дәрежедегі кәсіподақтың басшылығынан Ләззат Махаевнаға жіберілген алғыс хатты бір оқып шығайын. Құрметті Ләззат Махайқызы, сізді қазақстандық оқу-ағарту, ғылым және жоғары білім қызметкерлерінің сапалы кәсіподағы және жеке өзімнің атынан 60 жас мерейтойыңызбен шын жүректен құттықтаймын. Сізді іскер ұйымдастырушы, жарқын бастамалардың қолдаушысы ретінде ерекше бағалап құрметтеймін. Сіз өз ісіңіздің нағыз маманы ретінде білім және ғылым саласы қызметкерлерінің құқығын қорғау жолында талмай еңбек етіп, кәсіподақ ұйымының дамуына зор үлес қосып келесіз. Ғылым саласының қыры мен сырын меңгеріп, еңбек жолыңызда 300-ден астам әлеуметтік, ғылыми, мәдени тақырыптағы еңбектердің авторы атанғандығыңыз баршамызға мәлім. Жас ұрпақты оқыту мен тәрбиелеу жолында еңбегіңізге табыс, шығармашылық жетістіктер, салауатты денсаулық және білім мен ғылымды игеруде, ілгері ізденісте болуыңызға тілектеспін. Ғұмырыңыздың әрбір сәті қуанышқа толы, сыйлы ортада мәртебеңіз асқақтай берсін. Ізгі тілекпен Қазақстан оқу-ағарту, ғылым және жоғары білім қызметкерлері салалық кәсіподағының төрағасы Айгүл Мұқашева. Шапан кигізу деген Ләззат Махаевна шапан кигізетін үлкен сондай жасқа келіп жетті. Ләззат Махаевна, рұқсат етсеңіздер, осы отырған ұжымның атынан өзіңізге осы бір шапанды кигізуге рұқсат етіңіз.
Қыздар педагогикалық ұлттық университетінің ұжымы, құрметті ректор ханым, құрметті студенттер, құрметті менің әріптестерім, бүгін осы қыздардың ғылым мен білім ордасында үлкен мереке. Себебі менің құрбымның, менің досымның, менің курстасымның, менің класстасымның туған күні. Сіздердің алдарыңызда ләззатты ең көп білетін әпкелер, одан кейін менмін. Себебі Ләззат Алматыдағы сол кездегі жалғыз ғана мектеп номер 12-ші Сергей Миронович Киров атындағы қазақ мектебі болды. Сол қазақ мектебін бітірді. Қазақ мектебін өте үздік бітірді. Сол кездің өзінде біздің Ләззат ол кезде ақын еді, шын айтқанда. Кейін филология факультетіне түскеннен кейін көптеген ақындардың, үлкен-үлкен белгілі жазушылардың ортасында жүріп, өзінің ақындығынан сәл кейін оны қойып қойды. Бірақ жазам десе, Ләззаттың бойында ол ақындық та, ол жазушылық та өнер бар. Одан кейін 1981 жылы қазіргі Әл-Фараби атындағы ұлттық университеттің филология факультетіне түсті. Филология факультетіне түскенде жаңа айтып атты ғой, Лениндік стипендия деп. Лениндік стипендия алу мүмкін емес еді. Себебі менің өзім сол жерде көрген, өзім 5 жылдың ішінде бізде екі ғана студент, біздің алдымыздағы 2 жыл бұрынғы бір студент, одан кейін Ләззат Махайқызы алды. Қазіргі президенттік стипендияны өте көп студенттер алады. Себебі бүгін менің түркітану және тіл теориясы кафедрамнан 6 студент алып отыр. Ондай 6 деген сөз жоқ. Кәдімгі 20-30 деген сөз жоқ. Жалғыз сол біздің Әл-Фараби университетіндегі Ленинский стипендият біздің Ләззат болды. Ләззат тек өте жақсы оқушы ғана емес, ол кәдімгі біздің университеттің қайраткері болды. Университетте оқып жүрген кезінде 5-ші курста, қазір мен күліп жатырмын, кеше бір суретін көріп, Лизок, сен студент кезіңдегідей кәсіподақтың төрайымы болғасың ба деп. Себебі 5-ші курста Ләззат біздің кәсіподақтың төрайымы болған. Сонда өздеріңіз ойлаңыздаршы, 100 сом стипендия алатын, Лениндік стипендия, 150 сом тағы да жалақы алатын. 250 сом мен университетте оқып, сондай жалақы алған адам біздің кезімізде болған жоқ. Келесі сөз кезегі физика кафедрасының профессоры, кәсіподақ ұйымы төрағасының орынбасары Адамбек Мақсұтұлы Тәтен мырзаға беріледі. Саламатсыздар ма? Бүгін Ләззат Махайқызының осыншама ерен еңбегінің бәрін керемет әдемілеп, жастар суреттеп айтып отырғанымыздың барлығы ол кісінің осындай 60 жасқа жеткендегі керемет жасаған еңбегінің нәтижесі. Очень много планов, очень много наработок, которые мы с вами еще должны отработать, которые мы хотим вотворить и внедрить в университет, в общество. Огромная вам благодарность за вашу отзывчивость, за то, что никогда не отказываете ни в каких сложных ситуациях. Мы с Ләззат Махаевной работаем уже в течение года. Никогда она не отказала нам ни в одной просьбе, всегда на стороне работника, всегда отличается отзывчивостью, добротой, пониманием. Любой человек может обратиться к Ләззат Махаевне с любой проблемой, и она всегда найдет выход из ситуации. Ләззат Махаевна работает более 38 лет уже в университете, имеет очень множество наград, благодарственных писем. Я думаю, Ләззат Махаевна, вы на этом не остановитесь, будете продолжать в том же духе. Огромное вам большое человеческое спасибо, что вы с нами. Спасибо. Құрметті осы университеттің ректоры, құрметті әріптестер, мұнда отырған білім алушылар, құрметті Ләззат Махайқызы апайымыз, сізді Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің ұжымы, біздің ректорымыз Болат Тілеп мырзаның атынан 60 жасқа толған мерейтойыңызбен шын жүректен құттықтаймыз. Сіздің мына енді адресат хатты бір-екі жерін оқып берейін, толық оқымай-ақ қояйын. Енді уақытқа да байланысты менен кейін де қаншама мұнда құттықтау және де ары қарай жүргізілу реті бар шығар.
Енді Болат Тілеп мырзаның сіздің осы өмір жолыңызда мыңдаған талантты педагогтар даярлап, оларды кемеліне келтіріп, қазақ білімін дамытуға, ғылымда өзіндік орны бар тұлғаларды қалыптастыруға сіңірген еңбегіңіз кейінгі толқын әріптестеріңіз бен шәкірттеріңізге зор үлгі өнеге. 1981 жылы нөмірі 12-ші қазақ орта мектебін бітірген соң, сол уақыттарда қазақ қыздарының қолы оңайлықпен жете бермейтін Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университетінің филология факультетіне оқуға түсіп, оны жай ғана студенттердің бірі ғана емес, сонымен қатар университет қабырғасында мәңгі атыңыз қалатындай етіп үздік бітірдіңіз. Студент шақтағы білімге деген құштарлық пен ізденістің арқасында университет басшылығының көзіне түскен сіз сол жылы әкімшілік қызметке әрі ізденуші стажер ретінде оқу орнына қалдырдыңыз. Енді осыған байланысты Ләззат Мақайқызы осындай лекте, осындай мәтінде көптеген сізге арналған мұнда тілек сөздер бар, оның барлығын оқымай қояйын. Біздің ректор мырзаның атынан қымбатты Ләззат Мақайқызы, сіз бүгін нағыз кемелденген ғалымсыз. Сіздің жетекшілігіңізбен әлі де талай шәкірттер білім көкжиегіне қанат қағатынына сенімдіміз. Мерейтойыңыз құтты болсын. Сізге зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, отбасыңызға амандық тілеймін деп өзінің осы адресат хатын жазып берген екен. Сонымен қатар Ләззат Мақайқызы өз атымнан да осы адресат хатты бермей тұрып, сізге енді өзімнің атымнан да шын жүректен сізді құттықтайтындығымды және де өзіңізді соншалықты зор тұлға екендігіңізді мойындай отырып, мынау сіздің білімге деген, сонымен қатар мынау өзіңіздің тәрбиелік дейді ғой, бір бекзаттық дейді, сол бойыңызда барлығы ұштасқан адамсыз. Сіз ең алдымен мейірімділік дейді ғой, осы мейірімділік, сол мейірімділігінің арқасында студенттердің жүрегінің анау түбінен орын алған адамсыз. Ол мейірімділігіңізді сіздің сол жүзіңіздегі бір ерекше, бір өзіңізге ғана тән мінезіңізді біз осында кезінде жүрген кезде өзім де осы университеттің түлегімін. Сол кезде сіздің сол жүзіңізден сол мейірімділікті біз де танығанбыз. Сол жүрегімізде сіздің де осы бейнеңіз бізде мәңгі қалған. Сол үшін де сізді әрқашанда сыртыңыздан тілекші болып, әрқашанда осы апайымыз осында еді деп жүрген ортамызда сізді әрқашанда айтып жүреміз. Бүгінгі мынау келіп отырған мерейтойыңыз құтты болсын. Сізді 60 жасқа біз бермейміз. Өйткені Ләззат апайымыз әрқашанда мынау білімділік пен сонымен қатар әдеміліктің, мейірімділіктің символы болып біздің жүрегімізде хатталған, жатталған. Сондықтан да Ләззат апай әлі алда алар асуларыңыз әлі көп. Сондықтан да мынау өзіңіздің беретін білімде, ғылымда да, жүрген ортаңызда да әсер ете алатындай осы тұлғалық қалпыңызбен әлі де талай биіктерден көрінетініңізге біз бек сенімдеміз. Апай, 60 жасыңыз құтты болсын. Ректордың сізге адресат хатын ұсынайын. Болатбеков атындағы Халықтар достығы университетінің профессоры, филология ғылымдарының докторы Жаңабекова Айман Әбділдабекқызы ханымға беріледі. Сәлеметсіздер ме? Біріншіден Қыздар университетінің ректорына және ұжымға, мынау бүгінгі сіздердің профессорларыңыздың Ләззат Мақайқызының мерейтойы құтты болсын дегім келеді. Екіншіден, Ләззат Мақайқызы тек қана осы Қазақстанның Алматы қаласында ғана емес, Әл-Фараби атындағы ұлттық университет, немесе Қыздар университетінде ғана емес,
Қазақстанның өңірлерінде де, өңірлік университеттерінде де танымал, филология саласында өзіндік орны бар, беделді ғалым, ұстаз екенін өздеріңіз білесіздер. Сондықтан біз сізді, Ләззат Мақайқызы, шын жүректен құттықтаймыз. Қуатбеков атындағы Халықтар достығы университетінің атынан, оқытушылар профессорларының атынан және Қуатбеков атындағы университет ректоры Рабиға Қуатбекованың атынан сізге деген жолдауы бар. Соны қазір оқып беруге біздің Олжас Міржақып сөз бергелі отырмын. Ол бір жағы кәсіби диктор, сондықтан мына залдарыңызды дүрілдетіп бір айтып жіберсе. Сәлеметсіздер ме, ұстаздар? Құрметті Ләззат Мақайқызы, сізді 60 жасқа толған мерейтойыңызбен шын жүректен құттықтаймыз. Саналы ғұмырыңызды шәкірт тәрбиелеуге арнаған ұлағатты ұстазсыз. Қазіргі таңда ұлттың ұйытқысы болатын қыздардың парасатымен пайымдалатын академик Шәмшә Беркінбаева, парасат мектеп атап кеткен қыздар ұлттық университетінің қыздары сізге қарап ой түзеп, бой түзейді. Өйткені қазақ қызына тән асыл қасиеттің барлығын бір бойыңызға жинап өскен тұлғасыз. Елімізде білім беру саласының дамуына айтарлықтай үлесіңізді қосып, көптеген игі істерге бастамашы болдыңыз. Кең байтақ еліміздің ұлттық мүддесі үшін біліктілігіңіз бен іскерлігіңізді орайлы ұштастыра отырып, өмірлік мол тәжірибеңізбен, жоғары адами ұстанымыңызбен талай белестерді бағындырдыңыз. Осы салада білікті мамандардың өсіп жетілуі сіздің есіміңіз бен ұйымдастырушылық қызметіңізге тікелей байланысты. Сондай үлкен ыждағаттылықпен жүргізген жұмыстарыңыздың нәтижесінде қаншама талантты қазақ қыздарының парасаттылығымен әлемге танылуына үлес қостыңыз. Сіздің ғылымға сіңірген еңбегіңізбен осы жолда тындырған еселі істеріңізді кәсіби ғылымның және оның табанды ізденісінің озық үлгерімінің бірі деуге болады. Қазақ әдебиетінің дамуына, мемлекеттік тіліміздің өз мәртебесін алуына сүбелі үлес қосқан ғалымсыз. Бір қолыңызбен Қазақстан білімі мен ғылымының өркендеуі жолында қызмет атқарсаңыз, екінші қолыңызбен бесігіңізден перзенттеріңізді тербетіп, тәрбиелеп өсірген ардақты анасыз. Сіз осылайша 40 жылға жуық ғұмырыңызды ағарту саласына, яғни ұрпаққа білім беру, саналы етіп тәрбиелеу жолына арнадыңыз. Алдағы уақытта да жаңа Қазақстанның өсіп өркендеуі жолындағы қажырлы еңбегіңізде абырой биігінен көріне беруіңізге тілектеспіз. Ләззат Мақайқызы, академик Қуатбеков атындағы Халықтар достығы университетінің ұжымы атынан 60 жылдық мерейтойыңызбен шын жүректен құттықтаймыз. Сізге зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, отбасыңызға бақ береке, еңбегіңізге шығармашылық табыс тілейміз. Такой большой успех. За 9 месяцев вы заметили ветеранов кафедры, которые уже 30-35 лет уже в профсоюзном комитете. Заметили многодетных мам. Большое вам спасибо. За эти 9 месяцев мы уже от вас получили столько много подарков, премий. Спасибо вам. Процветайте, работайте. Самое главное, вам большой энергии. Всегда будьте такой любимой. Атымнан 60 жасқа толған мерейтойыңызбен шын жүректен құттықтаймыз. Ардақты Ләззат апай, бүгінгі мерейлі күніңізде сізге әрдайым зор денсаулық, ғибратты ғұмыр, баянды бақыт, толайым табыстар мен мол қуаныш. Әулетіңізге амандық пен игіліктер тілейміз. Өзіңіз ырысын келтіріп отырған шаңырағыңыздан шаттық, бақ, береке кетпесін. Айтулы мерейтойыңыз баянды болсын. Мерейтой иесінің атына келген басқала құттықтау хаттарды оқу үшін сөз Қазақ әдебиет кафедрасының меңгерушісі доктор Фитти Балтабаева Наргиз Смайылқызына беріледі. Баршаңызға қайырлы күн. Ләззат Мақайқызы, бүгінгі 60 жас мерейтойыңызбен сізді шын жүректен құттықтаймыз. Және осындай құттықтауларға
аккредиттеу және рейтингтен тәуелсіз агенттігінен Алина Жұмағұлова Бақытжанқызына құттықтау келіп тұр екен, соны оқуға рұқсат етіңіздер. Құрметті Ләззат Махайқызы, аккредиттеу және рейтингтің тәуелсіз агенттігі сізді тамаша мерейтойыңызбен шын жүректен құттықтайды. Сіз шын мәнінде жарқын, білімді, нағыз дарынды тұлғалар қатарынан орын аласыз. Бүкіл өмір жолыңыз ұстаз бен ғалымға тән қабілеттерді тоғыстырған. Жаңаны ұғынып, жаңашылдықты тудыруға құмар, дара тұлға екеніңізді көрсетеді. Сіздің еңбекке қабілеттілігіңіздің, ынтымақ жігеріңіз бен сарқылмас шығармашылық күш қуатыңыздың арқасында Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті және басқа да білім беру ұйымдары қарқынды даму жолына түсті. Сіздің кәсіби шеберлігіңіз, кең дүниетанымыңыз, ақ ниеттілігіңіз, өмірге деген сүйіспеншілігіңіз және ұйымдастырушылық қабілетіңізді әріптестеріңіз жоғары бағалайды. Сіздің сіңірген еңбектеріңіз көпшілікпен мойындалып, көптеген атақтар мен марапаттарға ие болды. Соның ішінде НАР эксперті ретінде бас директордың алғыс хатымен 2021 жылы агенттіктің 10 жылдығына орай НАРдың үздік эксперті сертификатымен марапатталғаныңызда аса атап өткен жөн. Құрметті Ләззат Махайқызы, сізбен бірге осы тамаша күнді қуаныш пен жарқын сезімдерді бөлісе отырып, өмірге деген талғамыңыз бен ғылым, шығармашылыққа деген өшпес қызығушылығыңыздың, игі істерге ұмтылыс пен достарға деген сенімділіктің, сізді жақсы көретін және бағалайтын адамдармен қарым-қатынастан алатын қуанышыңыздың ұзақ жылдар бойына сақталуын тілейміз. Сізге және сіздің отбасыңызға шын жүректен мықты денсаулық, өркендеу және бақ береке тілейміз. Құрметпен бас директор Алина Жұмағұлова. Тұрайғыров атындағы ұжымда әріптестер атынан басқарма төрағасы ректор Еркін Садықов мырзадан құттықтау. Гумилев атындағы Евразия ұлттық университетіндегі әріптестер атынан профессор, Қазақстан Республикасы бас редакторлар клубының бірінші вице-президенті Мұратбек Тоқтағазин мырзадан және Ыбырай Алтынсарин атындағы Арқалық педагогикалық институтының ұжымындағы әріптестер атынан басқарма төрағасы ректор Ержан Әмірбекұлы мырзадан құттықтау хаттар келіп түсті. Және осы құттықтаулардан кейін әрине өзіміздің Қазақ әдебиеті кафедрасының атынан, ұжымның атынан Ләззат Махайқызы, сізді 60 жасқа толуыңызбен шын жүректен құттықтаймыз. Сіз өз мерейтойыңызға лайықты да қошеметтеуге тұрар жетістіктермен келіп отырсыз. Өз еңбек жолыңызда талай белеске шығып, ұжымның және шәкірттеріңіздің құрметіне бөлендіңіз. Таңдаған жолыңызды абыроймен жалғастырып келе жатқан тамаша шәкірттерді тәрбиелеп өсіріп келе жатырсыз. Сіздің өрелі өрістеріңізді айтқанда ауыз толады. Өйткені сіздің өміріңіз нағыз майталман маманның, ұлағатты ұстаздың, еліміздің абзал азаматшасының өнегесісіз. Университетіміздің өркендеуі және шәкірттеріңіздің игілігі жолында әлі де талай істерді атқарарыңызға кәміл сенімдіміз. Сізді мейірбан ұстаз, ұлағатты ұстаз, жанашыр ұстаз, ақылшы ұстаз, дара ұстаз, дана ұстаз, білікті ұстаз, қандай ұстаз деп атасақ та сол атақтың бәріне лайықтысыз. Бүгінгі мерейтойыңызда сізге зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, еңбекте тың табыстар мен өмірдің асқақ абыройын тілейміз. Шаңырағыңызда береке бірлік, ырыс ынтымақ бола берсін. Және Қазақ әдебиеті кафедрасы ұжымының атынан сізге гүліміз бар. Ендігі кезекте ұстазға тағзым атты бүгінгі тағылымдық кешіміздің концерттік бағдарламасына берсек. Бір секунд қана менің проректор кезінде жанымда жастар үйін басқарған қыздар қазір енді Қазақстанның түкпір-түкпірінде біразы екеуі ме жиналып келіпті. Бір секунд тұра. Рұқсат етейік. Кәмшат, Жаннұр, Нұрсұлу келсе.
Камчат жастар ұйымын басқарды. Жаннұр жастар ұйымында көмектесіп жүрді. Кейін менің алдымда хатшы болды. Ол кезде проректордың алдында бір хатшы бар. Ешқандай отдел департамент деген болмаған. 3 қыз осы бүкіл университетті ұжыммен біріп бітіретінбіз. Жаннұр кейін сенің сымбатың әскери адамға жарайды дегеннен кейін 3 әріпке орналасып, жақында ғана пенсияға шықты. Әскери қызметкер. Нұрсұлу жастар ұйымын басқарды. Сосын Нұрсұлу психолог, социолог, қазір мықты докторант. Қазақстанда психолог ретінде өзінің жеке фирмасы бар. Нұрсұлу туралы бір нәрсе айту керек. Қазіргі Абай арнасын, Қазақстан хабар арнасындағы бас директорлар Азамат Кеңесұлы, Ринаттың фамилиясы ма? Ринат Кертаев деген азаматтар, олар менің проректор кезімде пікірсайыс азамат клубын Алматы қаласында басқарды. Ал біздің университет бойынша Наз Қоңыр деп бастағанбыз. Шапша Көкбайқызы Парасат деген атын айт дегеннен кейін, ол Парасат деген атпен ұзақ жыл басқарып, біздің университетіміздің беделін өсуіне жастар арасында, әсіресе ер жігіттердің арасында бұл қыздардың еңбегі үлкен. Рахмет, келгендеріңізге бір секунд қана уақыт. Қайырлы күн, құрметті ұстаздарым, алдыңғы толқын ағаларым, апаларым, және біз бүгін төркінге келіп, төрге шығып, тілек айтып жатқан жайымыз бар. Оның себебі біздің ұлағатты ұстазымыз Ләззат Махайқызының мерейтойы. Бұл кісі біз бірінші ұстаз емес, ана ретінде таныдық. Институт қабырғасына келгеннен қамқорлығына алып, мәпелеп, махаббатына бөлеп, барлығымызды айтушы ақылды болса, тыңдаушы дана болады дейді. Осы айтушымыз ақылды болып, қазір алдарыңызға шығып тұрған жайымыз бар. Және осындай бүгін өз ұлағатты ұстаздарымыз көріп, кәдімгідей толқып, бізде студент кезімізде осы жерде отырған едік, осы сахнадан жанданып жүгіріп жүрген бала едік деп көптеген естеліктер еске түсіп жатыр. Және осы Ләззат Махайқызының кезінде көптеген іс-шаралар ұйымдастырдық. Осы жерде ең бірінші бір қатты есте қалатыны қазір ғана шығып кетті, Нұрбекова Маржа химия кафедрасында. Сол кезде Ләззат Махайқызының ұйымдастыруымен Қазақ ұлттық техникалық университет Сәтбаев атындағы техникалық университетінен бір көргеннен ғашық болу деген ұйымдастырдық. Сол кезде политехтан 5 жігіт келді, бізден 5 қыз шықты. Осы жерде керемет кеш өтті. Соның соңында ғашықтар бірін-бірін таңдады. Соның соңында Маржан мен Азамат жүк болды. Ойыннан соңға отбасы шықты. Қазір Маржандар үлгілі отбасы, көп балалы ана. Оның да үлесі, бұл жерде Ләззат Махайқызының үлесі өте көп. Қысқа қайрар болсам, біз тектілікті, махаббатты, сүйіспеншілікті ұстазымыздан үйрендік. Мың алғыс сізге. Құрметті аяулы менің ұстаздарым, осыдан ровно 20 жыл бұрын мен осы қабырғаға алғашқы бірінші курсты аттап осында келіп, Ләззат Махайна деген кісі 40 жылдығы болып жатыр деген осындай осы жерде жиналған болатын. Сол кезде мен жаңадан келіп жатқан кішкентай ғана қызбын, аузым ашылып, ондай керемет екен, пікірсайыс деген осындай екен деп қоғамдық жұмысты Ләззат Махайнаның қасында бастап кеткен болармыз. Қазір енді кішкене қосымша айтып кетейін, бағанағы осы институттың қабырғасында бізге үйренген қыздарға деген ерекше қамқорлық қазіргі кезде менің өзімнің ісімде де өз орнын тауып жатыр. Қазір мен Атамекен кәсіпкер палатасының жанында әйел кәсіпкерлерді қолдау орталығы бар. Сол жерде бизнес тәлімгер ретінде қызметімді атқарып жатырмын. Сондықтан мен айтар едім, бұл қабырғада тек қана педагогтар немесе тек қана білім саласында ғана жұмыс жасауға бағыт бермейді. Сонымен қатар осы қоғамда кеңінен пайдаланатын мықты маман болуға да мүмкіндік береді. Сондықтан қазіргі мұнда отырған студенттер, әрбір сәтіңізді бағалаңыздар, әрбір ұстаздарыңыздың айтқан бағыт-бағдарын өмірлік азық етуге болады. Сондықтан
болғандықтан амандықта жүздесіп жүре берейік. Рахмет. Қайырлы күн, құрметті ұстаздар, құрметті қыздар. Ләззат Махаевнаның менің өмірімде алатын орны өте ерекше екенін тағы да айтып өткім келеді. Жаңа Камшат айтып жатыр ғой. 2001 жылы біз қыздар институтына түскенде 2003 жылдан бастап жаңағы жастар ісі жөніндегі комитет құрылды. Камшат төраға, мен оқу ісі жөніндегі орынбасары болдым. 2004 жылы, 2005 жылдары Ләззат Махаевнаның тікелей хатшысы ретінде жаңағы корпуста қызмет атқардым. Оның бәрі еңбек кітапшасында бар. Ләззат Махаевнаның мейірімділігі, нәзіктілігі, сұлулық символы деп айтып жатырмыз ғой. Соның бәріне ерекше тамсанып, соны бойыма сіңіретімін. Соның бәрі өмірімде үлкен жолдар ашты. Негізі Ләззат Махаевнаның күліп сөйлейтіні көптеген есіктерді ашатын, соған қызығатымын. Сол әдісті өз өмірімде де қолданып келе жатырмын Ләззат Махаевна. Сол 2005 жылы бітіретін кезде менің ары қарай ғылымға қызығушылығымды аса көре қоймады-ау деймін. Әскери саладан қызметкерлікке келіп таңдағанда Ләззат Махаевна ұсынып жіберді. Міне 20 жылдан аса қызмет етіп, бүгінгі күні әскери саланың зейнеткері ретінде келіп отырмын осы шаңыраққа. 20 жылдан аса ол жерде тәрбие және идеологиялық жұмыстар бөлімінде қызмет еттім. Бәрі таң қалады ғой. Қайдан сенде сондай бір іскерлік, қайдан сондай бәрін ұйымдастыруға деген белсенділік, оның бәрі осы институт қабырғасынан алған біздің тәрбиеміз, тәліміміз. Сіздерге үлкен рахмет, Ләззат Махаевна. Өте қатты жақсы көреміз, өте қатты сыйлаймыз. Үлкен рахмет, мінекей ұстазы жақсының ұстамы жақсы дегендей Ләззат Махаевнаның шәкірттері мінекей күн тоқтап әдемі тілектер айтып жатыр. Енді кезекті концертімізге бірейік. Баянауыл орындайтындар Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің түлегі, Айгүл ансамблінің ұзақ жылдар негізін қалаған, атын әлемге танытқан ғалым ұстаз, тәлімгер, Қазақстан Республикасы білім беру ісінің үздігі Галина Қарамалдаева мен бүгінгі Қазақстан сахнасындағы жарық жұлдыз Бағдәулет Оралов қарсы алыңыздар.
Қарамолдаева, Мағдәулет Оралы. Бұл кісі оқып жүрген кезде мектептің лидері кішкентай ғана мынандай осы 3-4 кластарда қандай кеш болса да тақпақ оқу керек. Қандай қонақ келсе де алдыға шыға келеді, мына кісі өзі оқиды сонда. Дауысы деген саң кеткенде құлағын жарып жүр. Әлі де оның дауысы сондай. Қайда отырасыз? Қой айналайын. Берге жақма, а то мен құлап кетуім мүмкін. Сондай дауысы деген ашық, жарқын, себебі өзінің жүзі де жарқын ғой. Адамға қарсы келе жатқанда көктем, қайта көктем келгендей болып тұрады. Байқайсыздар ма соны? Содан кейін болса, мектептің ғана жаңағы көркем өнеріне қатты кіріскен бала, кішкене есейген кезде қай жасында үлкен сахналарда болып жатқан президиумда қонай отырған кезде ол кісі тақпақ оқуға шақырады кісілерді. Сонда екі қыз бір бала оқиды. Сол кезде мен көргенім бар еді, мектепте жүргенде маған обращаться ететін Роза Сәбденовна. Мына қызы қара, дикциясын қара, интонациясын қара деп енді білгенше сөйтіп айтады. Содан кейін бұл кісіні ұстап, қайсы? Класс жетекшісі. Ол кезде. Сонда ана трибунаға шығып балалар өлең оқушы еді ғой, тақпақ дейді ол кезде. Сонда әлі көз алдымда екі жағына үлкен ақ бантик тағады бұл кісі. Бантик тағады, е? Бантик өзінің бетінен үлкен. Сонда бұл даусының тонациясы құлақты шары жіберетіндей ашық, анық. Болашақта біздің балаларымыз жерге қарамай, басын жоғары көтеріп тұрып оқу керек, айту керек. Мысалға, біздің балалар байқайсыздар ма? Иықтары түсіп, бастары төмен.
мұрындары бітіп қалған еще. Сөйтіп өлең оқып тұрады. Мен айтамын ана жетекшілерге, мына иықты төмен түсіретін уақыт кетті ғой уже. Иықты артқа жіберші. Бастарын көтер. Осылай тұрып неге оқымайды біздің балалар? Деп қоям ғой. Ал сонда, соның басында тұрған осы бәске, мұрны да таза, тілі де таза, дикция да таза. Сөйтіп, үлкен трибунада өлең оқыған осындай ғажап біздің қызымыз жасай берсін. Оқып берейін ба дейді. Оқшы. Апай мектепке келеді, машинаға отырғызып алып, қайда баратын білмейді. Өлең оқытып қалды, қайтып машинамен мектепке тастап кетеді. Ол кезде апайдың осындай институтта істейтінін білмеймін. Хор бар бізде, жеке оқитын бар. Кейін университетте жүргенде сіз ғой сол конкурста өлең оқыған деп. Білмеймін, талай жерге апарған екенсіз. Сосын мына тілді сүюге, қазақ тіліне деген шексіз махаббатымды оятқан өзіңіз, Ағеш апай, Алтын апай, рұқсат болса өзіңіздің жақсы көретін даланы оқытушыңыз ғой. Дала деген рұқсат болса. Неше кітап шығарды өлең кітабына? Біреу. Әкесі көктем дегенді жылап отыр. Әкем қайтыс болғанда көктемде 3 ай бойы Алматыда 90 күн жаңбыр жауды. Сосын айттым, табиғат мен үшін жыладым, енді мен тоқтаймын деп. Сонымен әкесі көктем деген өлеңдер жинағы шыққан. Рахмет. Оқиын апай, оқиын ба? О, кең дала, көз жетпестей керілген, мен ұлыммын саған шексіз берілген. Қалай ғана қиярымды айтпақ боп, қайтеуге қияр дейсің сені мен. Сен телегей таусылмайтын ырысым, сен жанымның сарқылмайтын жырысың. Қымыз иіс қыз еркелі желіңнен, бір жұтпасам тарылады тынысым. Айтыс, күрес, серке тартыс сайысты, көрмей өссем қыз қуат жарысты. Талпынар мен де жүріп болуға, жер бетінде жібермеуге намысты. Дала деген қазақтардың елдігі, дала деген қазақтардың ерлігі, мөлдір таза ніл аспанда кір жазы, дала деген планетаның кеңдігі. Дала деген тұлпар жортқан құлагер, шағырды үздік озған құлагер, тұлпар сүйгіш, сұңқар сүйгіш болғаннан құлагердің өліміне жылады ел. Дала деген апассионата дабылы, дала деген Чайковский сарыны, аққу қаздар көл ішінде билесе, бірге билер даланың ақ сағымы. Дала деген шоқан, қаныш, ғалымдар, ел бағына оза туғандарындар. Ғылым сарай салып кетті-ау қанекең, енді ойде сарқылмайтын ағым бар. Дала деген анау тұрған абайым, жасап өткен өлең сөздің сарайын. Ол дара тұр ұлы ақын Пушкиндей, кейінгілер қарайламай маңайын. Дала деген үкілі бұрай бір жандар, өксіп жүріп өнер гүлін жұлғандар. Дала деген жаяу мұса тәттім бет өксіп жүріп өнер шыңын құрғандар. Дала мұхтар жеке дара көрінген, дала сәкен 80 гүл бөгілген. Дала деген Ғабит, Сәбит, Бейімбет, дала Ілияс жетсу болып өрілген. Өр Алатау сұлу көкше арасы, мұның бәрі қазақтардың даласы. Мұнша жерді сойылымен қорғаған ата бабам осал емес шамасы. Бұл қазақтан даладан жер аспаған, далам көп деп ол ешқашан шашпаған. Бесіктегі баласында құндақтап, жорық күтіп байла мата тастаған. О, кең далам, сен жайнай бер қуанам, жатсаң шалқып гүл жазира құлпыры. Тұлпарларың аман келсін шабыстан, сұңқарларың аман келсін ғарыштан. Сен де достым біздің үйге келіп тұр, дала сырын шертіп бірге ұғысқан. Кең далама мол түсіп таң шапағы, шыршақтан мың құлпырып атады. Содан кейін Қазақстан өн бойын құштар ғана, сүйіп қана жатады. Студенттерге мотивация осылай оқу керек.
айтып қойыппын ғой мен. Күнім тамылжыда, бақшада қыз бен жігіт сырласқандай. Нұрын шашып жеріне, аспанда жұлдыз жайнайды. Қыз бен жігіт сырласып, бақшада бұл сайрайды. Енді ақақақа деймісің, сіздер қайталайсыздар. Сіздер көп бұл жылдар отырушы. Ағайша Исағұлова, рахмет ағайшабай. Еліміз сау болғанын жастақтай берсін. Ромео,
армысыздар, құрметті Ләззат Мақайқызы, бүгінгі кешіңіз құтты болсын. Ғұмырлы болыңыз, жасай беріңіз. Сізбен бірге сіздің тәліміңізбен өстік, өркендедік, бүгінгі күнге жеттік. Аллаға шүкір, сол кез біздің алтын дәуір болатын. Сағына еске алып отырамыз. Сол сіздің сұрауыңыз бойынша Атажұртқа сәлем деген толғауымды орындап берейін, қабыл алыңыздар. Басымды ием әуелде, қазақтың қара қызымын, әнмен әйгі әлемге, халқымды әнге бөлеймін, өзім тосал демеймін, әкем аты Қызырбай, асқар тауға теңеймін. Алтайда өсіп ояндым, Атажұртқа жол алдым, аққуындай Алтайдың Алатауға оралдым. Отаным бар мақтанам, сенен ғана бақтабам, тілін дінін бабамның салт дәстүрін сақтағам. Сахараңда гүліңмін, сахынаңда жырыңмын, аңсап келген алыстан бақ мұратты қызыңмын. Құрағындай көктемнің, қыранындай бөктердің, көк байрағың астында көгерейін деп келді. Елдігіне халқымның бас ұрайын деп келдім, Әлияның ерлігін асырайын деп келдім, ертістейін еңіреп жосылайын деп келдім, тұлпарым боп бәйгеңе қосылайын деп келдім. Күлләш салған әуендей ән болайын деп келдім, Шарапайдың биіндей сән болайын деп келдім, Құрманғазы күйіндей нәр болайын деп келдім, Абайдайын ғұлама нар болайын деп келдім, Төлегендей батырға жар болайын деп келдім.
жаныңда болып нәр алған жастыққа толы нұр қалам халқыңа қалқам бақалам бақытым болған шаттығым болған алматым үш жүздің молы бас қосып әруақты елсің қолдаған алатау барсы айбынды үй болып ұрпақтар алған жастықта толы нұр қалам ауырың толды гүл қалам халқыңа халқым бақалам бақытым болған шаттығым болған алматым өмірдің жолы сан алуан ұл қызың ұшты сайынан немерең шауып барады ұл жастығың өткен алаңнан жасыққа толы нұр қалам бауыры толды гүл қалам халқыңа қалқам бақалам бақытым болсын шаттығым болған алматым тарих пен тағдыр куәсі арман мен сырға қазанды аллаға атың аманат тілеймін саған амандық жасыққа толы нұр қалам бауыры қолды гүл қалам халқыңа қалқам бақалам бақытым болған шаттығым болған алматым халқыңа қалқам бақалам бақытым болған шаттығым болған Мыңда бір рахмет бәріңізге, мыңда бір рахмет. Бәрі сіздердің арқаларыңызда. Бәрі сіздердің арқаларыңызда. Гүлмира Мұхтаровна, Еркін Сағатовна, Закир Данияр, Жанар Қасымбековна, сіздер бастаған бүкіл коллективке мыңда бір рахмет.